Лия, сәлем, не істеп жатырсың? Сәлем, Ильяс. Мен өзімнің жануарларыма үй салып жатырмын. Әйтпесе қуыршақтарымның үйі бар да, арыстанның, алақұланның, жирафтың үйі жоқ. Қызық екен. Қаласаң, мен саған көмектесейін. Иә, керемет болар еді. Содан кейін бірге ойнаймыз. Келістік. Міне көрдің бе? Алақұланның үйі дайын. Ал арыстанның үйі жартылай. Саған жирафтың үйін салу керек болады. Иә, жирафқа үлкен үй керек. Себебі ол бәрінен ұзын. Онда мен арыстанның үйін салып бітірейін. Маған төбесін жабу қалды. Содан кейін болды. Міне, төбесі дайын. Менікі де кішкене қалды. Міне, кірпіштерді саламын. 3-ші қабатты саламын. Жираф ұзын болғандықтан, оған ұзын үй салу керек. Тамаша! Ал жираф, саған ұнай ма? Өте ұнайды. Менің үйім сондай әдемі. Сенің қолыңнан қалай келді бұл? Керемет ойлап таптың. Арыстан, алақұлан, көршілерім, сендерді қонаққа шақырамын. Біз саған келе жатырмыз. Жираф, сенің үйің қандай әдемі? 3 қабатты екен. Иә, менің мойным сыю үшін үлкен үй керек қой. Ильяс, сенмен ойнағанның өзі сондай керемет. Иә, осылай қызықты. Келісемін, сен нағыз актерсың. Балалар, біз сіздермен алдыңғы сабақта қосу және азайту тақырыбын өткенбіз. Бүгін сол тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Азайтудың ережесімен танысатын боламыз. Алдымен берілген суреттерге назар аударайық. Бізде 2 сарғыш түсті шар және 1 қызғылт түсті шар бар. Яғни барлығы бізде 3 шар болған. Одан біз бір түсті қызғылт түсті шарды алып тастадық. Сонда бізде қандай түсті шар қалады және қаншау? Яғни 3 шардан алып тастадық соңғы қызғылт түсті шарымызды. Сонда бізде қалады 2 сарғыш қызыл түсті шар. Сарғыш шарымыз салайық. Яғни сарғыш түстен бізде 2 шар қалады. Дәл солай екіншін салайық. Сонда бізде енді есептің сандармен жазатын болсақ, бізде басында болған 3 шар, яғни 3-ті жазайық. 3 шардан біз алып тастадық 1 қызғылт түсті шарымызды. Азайтамыз 1 қызғылт түсті шарымызды. Сонда бізде қалды 2 сарғыш шарымыз. 2. Енді азайтудың ережесімен таныссақ. Басында болған 3 шарды біз азайғыш деп санаймыз. Азайғыш. Ал одан алу керек 1 шарды болғандықтан, оны біз азайтқыш деп атаймыз. Ал азайғыш пен азайтқышқа, яғни теңдікке дейінгі амалымыз айырма деп аталады. Ал теңдіктен кейінгі амалымыз айырманың мәні. Сонда азайғыш бізде 3-ке тең, азайтқыш 1-ге тең. Айырма. Сонда 3-тен азайтсақ 1-ді, бұл бізде айырма деген сөз. Ал соңындағы айырманың мәні ол бізде 2-ге тең. Қайталаймыз. Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Келесі, төмендегі суретке назар аударсақ, бізде 2 қызғылт түсті, 1 сарғыш түсті шар болған. Барлық осы 3 шардан алып тастадық 2 қызғылт түсті шарды. Сонда бізде қандай шар қалады, балалар? Өте жақсы, дұрыс айтасыздар. Бізде сарғылт түстен 1 ғана шар қалады. Яғни сарғылт түстен 1 ғана шарды саламыз. Яғни бұдан 1 ғана шар қалды. Енді есепті
санмен жазайық. Басында болды бізде 3, барлығы 3 сар. 3 жазамыз. Осы 3 сардан біз 2 қызғылт түсті шарды алып тастадық. Яғни шардың саны 2 болғандықтан азайтамыз 2 шарды. Сонда бізде қалды тек бір ғана сарғылт түсті шарымыз. Нәтижесінде 1 қалды. Ал ережесін қайталайық. Азайғыш 3 болған. Осы азайғыштан біз 2 азайтқышты алдық. 2 бізде азайтқыш. Теңдікке дейінгі амалымыз айырма. Яғни 3 санынан 2 санын азайтсақ, бізде айырма амал орындалады. Теңдіктен кейін бізде айырманың мәні шығады. Айырманың мәні 1-ге тең. Қайталаймыз ережені. Азайғыш, азайтқыш. Айырманың мәні. Тағы да қайталайық. Азайғыш, азайтқыш. Айырманың мәні. Ал теңдікке дейінгі амал айырма деп аталады. Балалар, біз сіздермен бүгін азайтудың ережесімен таныстық. Келесі сабақта есеп шығаруға осы ережелерді жаттап алады деген ойдамын. Рахмет сендерге. Лия, мен есіме түсірдім. Нені есіңе түсірдің? Жираф көші-қонға жатады. Не дейсің? Көші-қон. Ол дегеніміз жануарлар өзінің отбасымен бірге басқа жерге көшіп жүреді. Ол дегеніміз мысалы құстардың оңтүстікке ұшқаны секілді ме? Сонда не? Жираф көшіп жатыр. Қалай? Қазір көрсетем. Аллақлан, арыстан, достарым менің, сау болыңдар. Мен көшіп жатырмын. Сау бол, жираф, біз сені сағынамыз. Лия, ал сен бұл көші-қонды математикалық түрде сипаттап бере аласың ба? Қане, көрейік. Мына 3 үй азайғыш, жирафтың үйі азайтқыш. 3 алу 1, тең болады 2, ал бұл айырманың мәні. Жарайсың, сен сондай ақылдысың. О, Ілияс, алақұлан да көшіп жатыр. Қане, көлігіңді әкел. Қазір алып келемін. Міне келдік. Қане, саламыз. Алақұлан да кетті. Ал міне, арыстан жалғыз қалды. Ілияс, енді математикалық сипаттаманы жасайтын сенің кезегің. Дұрысып көрейін. Сен айтқандай 3 үй азайғыш, 2 үй азайтқыш. Демек, 3 алу 2 тең болады 1. 1 дегеніміз бұл айырманың мәні. Міне, көрдің бе? Сен де шатаспай орындадың. Бүгінгі математикадан өткен тақырыпты енді түсіндім. Саған ойнауға келіп тұратын боламын. Әрине. Достар, сендер де кез келген жағдайды математикалық тұрғыда осылай түсіндірсеңдер болады. Егер қызықты жайттар болса, бізге жазуды ұмытпаңдар. Лия, мүмкін далаға барып ойнаймыз? Жарайды, тек киімді ауыстырып алайын.